Сәлем достар, сіздермен Құндыз. Көріскеніме қуаныштымын. Жағдайларыңыз жақсы деп ойлаймын. Мен демалыста болдым, содан көптен бері видео жазбадым. Соңғы видеомда жарнама жасадым. Сабақ өткізем мастер-киті бар адамдарға деп. Сол уақыттан бері осы уақытқа дейінгі өткізген сабақтарым 50-ден асты. 1 сағаттан өткіздім және жиған тергенім, түсінгенім туралы сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл видео жалпы мастер-киті бар адамдарға да пайдалы, мастер-киті алғысы келіп жүрген адамдарға пайдалы. Кім білмесе, менің атым Құндыз. Мен мастер-кит тренажерін қазақша түсіндіріп келемін. Өзім мастер-китті қолданамын, 2 жылдай болды. Көптеген нәтижелерге жеттім, және сол проработка, трансформация деген орысша сөздерді, орысша іс-әрекеттерді қазақша түсіндіріп тырысып отырмын. Мастер-кит тренажері туралы толықтай тағы да қосымша ақпаратты осы видеодан біле аласыз. Түсінген нәрсем ең біріншісі, ол адамдар мастер-китті сатып алғаннан кейін приложениясын телефонға жүктеп алады. Приложениясы өте ыңғайлы, сабақ оқуын өтуге де ыңғайлы, деңгейлерді өтуге ыңғайлы, проработкалар жасап, қалаған уақытыңызда мастер-китке уақыт бөлуге ыңғайлы приложение. Бірақ та қосымша сұрақтар қойған кезде сайтқа көп адамдар кірмеген, кіріп көрсе де оның ішіндегі барлық нәрсені ақтарып, басып, көріп, зерттеп, зейінмен таныспаған. Сол үшін олар нені қолынан жіберіп отыр. Немесе қазір алайын деп отқан адамдарыңыз болса, ең бірінші маңызды іс-әрекеттердің бірі ол сайтқа кіріп мастер-киттің өзіңіздің жеке кабинетіңізбен танысу. Оның ішінде не бар, соның барлығына кіріп шығу. Ең маңыздысы ол оң жақ бұрышындағы магазин деген бөлімшеге кіріп қараңыз. Себебі ол жерде сізге көмектесетін дайын жұмыс папкалері бар. Сізге дайындап қойған тегін түрде берілетін, ақшаға да сатылатын папкалер бар, бірақ олардың тегін папкалерінің өзі сіздерге 100 деп установкалер дайын қылтып береді. Соған кіріп, ең басында шашырамайсыз, қайдан алам установканы, білмей жатырмын, түсінбей жатырмын деп қиналмайсыз. Соны ойлап алдын ала сол папкалерді жасаған. Содан кейін база знания деген бөлім бар. База знания деген бөлім 2015 жылдан бері түсіндіріліп келе жатқан Дарья Трутневаның, методиканың автордың 30-40 минут бойы тақтаға жазып тұрып түсіндіретін сабақтары бар. Яғни 2015-тен жиналған сабақтары өте көп. Қосымша сопровождение деген бөлім бар. Тағы да Дарья Трутневаның әр апта сайын дүйсенбі күні өткізетін сұрақ-жауап видеороликтері. Сол жерде 2015 жылдан бастап жиналған жүктелген видеолардың ішінен сіз өзіңіздің жеке қойғыңыз келіп жүрген сұрағыңызды тауып алуыңыз мүмкін. Немесе таппай қалсаңыз, онда сіз жеке Дарьяға жаза алатын мүмкіндігіңіз бар. Бұл видеолар оқумен деңгейді өтіп жүріп, упражнение тесттерін өткізіп жүрген кезде қосымша параллельно қарап отырсаңыз, маңызы, көмегі өте зор. Байқағаным сол, достар, кімде-кім мастер-китпен сабаққа жазылған кезде маған сол жерлерді білмей отырды. Көбісі емес, кейбір адамдар білмеді. Сол үшін ұмытпаңыздар, және де статья, блог, институт, ученыйлардың бөліскен информациялары барлығы төменгі жақта. Неше түрлі соцсеттің адрестері, контакт, СКП, служба поддержки оқытылған адамдар, психологтар отыр. Сол жерде жасалмай жатқан, түсінбей жатқан жерлеріңізді тура сол жерде жазсаңыз, дәл сол уақытта сізге қай уақытта жазсаңыз да 24 сағат бойы жұмыс жасайтын адамдар бар. Тірі робот емес. Сол үшін сол жерге де жазуыңызға болатын жеке көмек бар.
статьялар бар, өзіңіз жазуыңызға болады. Егер жазуды жақсы көретін адам болсаңыз, немесе бір проработканы жасадыңыз да көп нәрсені түсініп қалдыңыз, немесе бір күшті результат алдыңыз жақын арада, соны қол қуанышпен бөліскіңіз келсе, сол жерде жазуыңызға болады. Статьяларды шығарып отырады, сіз өзіңізге достар таба аласыз, әр елдің түкпір-түкпірінен, и өзіңіздің біздің Қазақстанда әр қаладан достар, единомышленник, соларды біз сияқты ойлайтын, мастеркетті жақсы түсінетін, мастеркет тақырыбы, психологиялық тақырыптарды жақсы көретін достар табасыз. Және де көп деген тағы да басқа қызық нәрселер көп. Сол үшін достар, алған кезде, немесе алған адам болсаңыз, алғыңыз келіп отқан адам болса, ұмытпаңыздар. Екінші байқағаным, сознание мен подсознанияны дұрыс түсінбейді, дұрыс ажырата алмайды. Сознание мен подсознанияны мен сіздерге жалпылама өзімнің ойыммен бөліскім келіп отыр. Менімен келіспейтін адамдар мені қарамайды. Сіз мені қарап отырсаңыз, онда сіз менімен келісесіз деген ойдамын. Жаңадан қосылған адамдар болса, подписка жасаңыз, қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Көбейе беріңіздер, лайк басыңыздар, сұрақтарыңызды комментарийда тастап кете беріңіздер. Сонымен, подсознание мен сознание. Сознание деген қазақша сана деп айтылады. Сана ол сознанияны мен көбіне мимен теңеймін. Ми, мозг, біздің аналитикамыз, логикамыз, дайын нәрсені, бұрын соңды істеп қалған нәрсені, басқа бір қосымша ойларды еш нәрсе қоса алмайсыз, бір ғажап жасай алмайсыз да сознательно арқылы. Тек оқыған кітабыңызға тіреліп, көрген нәрсеңізге тіреліп отырып, фактпен жұмыс жасап, әдіс жасап, действие дейді ғой, әрекет жасайтын жағыңыз. Подсознание дегеніміз оны түпкі сана деп аударады, түйсік деп аударады, ғазир жан деп аударады. Құранның аудармаларында ғазир жанмен сөйлесу әдістемелері деген даже аударма бар. Сол үшін кімде-кім тереңірек білгісі келсе, қазақша оқығысы келсе, сол кітаптарды табу алыңызға болады. Бұрын соңды елге танымал, керемет, білімді, үлкен личность дейді. Сол адамдар ғазир жанмен тікелей жақсы сөйлесе алған. Сол үшін ол туралы көп айтпай-ақ қояйын, кім ізденеді, сол тауып алады. Ғазир жан, подсознание, значит. Подсознание, мастеркет не істейді? Біздің сознаниемізді подсознаниемен достастырады. Біздің негізгі мақсатымыз бұл өмірде сознание ретінде, сана ретінде, біз мысалы айттық қой, 3%-10% күшіміз бар деп. Ал подсознание ғазир жанда 97%-90% күш бар деп. Барлық біздің автоматты түрде жиналып қалған іс-әрекеттеріміз, привычка, программа, қорқыныштарымыз, реніштеріміз, кедергілер, неше түрлі установка убежденияларымыздың барлығы подсознанияда. Кішкентай кезімізден тіс жуып бір-екі рет жудық, болды, подсознание оны жазып алды өзіне. Келесте тіс жуған кезде қалай ұстайтын едім, қайтып істеу керек еді деп ойланбайсыз. Сіз басқа нәрсені сознательно, санамен ойлап пландап тұрасыз. Сознанияға еще пландар кіреді, мақсаттар, цели, солардың барлығы кіреді. Соны ойлап тұрған кезде сіздің подсознанияңыз автоматты түрде тісіңізді жуып береді, машинаңызды айдап береді, тағы да басқа нәрселер істеп береді. Сол үшін, сол мағлұматтың барлығы архивте, осы подсознаниямызда автоматты түрде автопилотпен тұрады. Күнде таңертең тұрасыз, ананы бүйтіп істейсіз, бүйтіп ойлап қаласыз. Сол үшін положительно, негативно, позитивно ойлар әдетке кіріп кетсе, сіз әдеттегідей, даже подсознание сізге негативті ойларды лақтырып отырады. Ақша туралы ойласаңыз, бұрын соңды не жазып алдыңыз, ақша туралы, соны лақтырып отырады. Сол үшін мастеркет не істейді? Мастеркет тренажерында 19 түрлі әдістеме бар. 19 түрлі әдістеме мастеркет тренажері сізге как подсознанияға кілт. Немесе оның мақсаты мастеркеттің сананы, сознанияны подсознаниямен достастыру. Сознание подсознанияға келіп, ақылдасып, сөйлесіп үйрену керек. Біз оны істемейміз. Біз оны істеуді енді үйреніп жатырмыз да, адамдар енді бет бұрып жатыр. Менің өзім бастағаныма 2 жылдай болды да мастеркетті қолданғалы бері мен өте көп нәтиже алдым. Сол үшін
Сол үшін сізге кеңес беремін, сол үшін сізге мастер-кит туралы айтамын, сол үшін шексіз ризамын, сондықтан мен бөлісіп отырмын. Мастер-кит ол бізге есік подсознанияға, мастер-кит ол біздің кілтіміз подсознанияға, мастер-кит ол біздің арамыздағы внутренний ребенок, внутренний родитель деп бөледі сознание мен подсознаниені, сол екеуінің қарым-қатынасын жақсарту. Сол үшін біз ендігі мастер-китті қолдану арқылы неге ол көмектеседі? Себебі сіздің бір цель, мақсатыңызды сознательно вы хотите, сознательно сіз қалап тұрсыз, соған жетейін десеңіз, жалғыз өзіңізді бөлініп өзіңізден. Подсознанияда бір кедергі программа тұрса, қорқып тұрса, тағы бір нәрсе, выгодны болмаса, полезно болмаса, ол сізге жібермейді. Себебі оның күші көп, 97%. Сол үшін мына внутренний ребенок тепкілеп, ызаланып, өзіне өзі ұрсып, чувство вины да, тағы да басқа керек емес негативті эмоциялармен жүріп, жылап, қайғырып, сөйтіп қалады. Сол үшін мастер-киттің мақсаты бізді бір бүтін қылу, бізді ояту, осознанный қылу, қазіргі модный сөз, осознанный қылу және бізді бір бүтін қылу. Біз сознанияда-мыз, біз подсознанияда-мыз. Просто осы уақытқа деген біз подсознание бізде бар екенін білмейміз. Ғазизжан деп аударып отыр ғой кітаптарда да, қазақша айтқан кезде подсознание біздің жанымыз. Орысша айтсақ, подсознание душа, жан деген сөз душа. Душа деген сөз ол частичка Бога деп айтылады. Сол үшін біздің достар ішімізде Құдайдың бір бөлшегі бар. Бізге, денемізге, миымыз тұр денемізде, соған жан бітірген, өзінің бір бөлшегін берген Құдай. Сол үшін кім келсет, кім келіспейді, менің мақсатым бұл жерде екеуінің айырмашылығын түсіндіріп беру. Сол кезде осы біліммен сіз мастер-китке келіп, кірісіп, проработкалеріңіз жасайтын болсаңыз, нәтижелеріңіз осы түсінікпен тез жетесіз. Проработка жасаған кезде связьді алып қарасаңыз да, егер де сіздің ниетіңізде, сіздің планыңызда бір белгілі бір балаңызға өзіңіздің программаңызды бергіңіз келмейді. Немесе балаңызды өзіңізге байлап алғыңыз келмейді. Балаңыздың жолы ашық болғанын қалайсыз, немесе ауырып тұрса емдеп жібергіңіз келеді. Сіз уже оқыдыңыз неше түрлі кітаптардан, что сіздің энергетикалық жағыңыз, энергияңыз, сіздің жаңағы жаман негативті ойларыңыз сразу балаға беріледі. Ол барлығын түсінеді, оған жаңа әсер етеді деген нәрселерді оқып біліп тренингтерге қатысып алғаннан кейін сізде мынадай ниет бар. Бөліп алып тастағым келеді. Мен оған кедергі болғым келмейді. Мен оның бақытының алдында тоже кедергі болғым келмейді. Соған связь деген тренажер бар. Уровень нормы деген тренажер бар. Уровень нормы деген сіздің жаңағы 300 мың алып жүрсеңіз, соны 3 есе көбейтіп, миллионмен норма болу керек. Немесе уровень нормайды зона комфорттан. Бұрын соңды бір бөлмелі үйде тұрып қалсаңыз, 3 бөлмелі үйге барып, өзіңізді жақсы сезіну, бір түрлі емес, жақсы сезіну. Немесе бұрын соңды ауырып үйреніп қалдыңыз, бір жылда бір рет обязательно грипппен ауырасыз да, мүлдем ауырмайтын жағдайға жету. Оны да нормаға сәйкес келтіру керек. Немесе барлық сфераңызда барлығы жақсарып жатқан кезде өзіңізді бір түрлі сезінбеу. Және де тағы да не айтқым келеді. Сознание мен подсознание, сабақта мен мысалға проработка, связь, образ, обида соларды түсіндірем. Плюс еще подсознаниемен сөйлесу, тіке сөйлесу. Дәл қазір жауабын алу, сондай әдістемелер бар. Оның барлығы мастер-китте де бар. Оның барлығын сіз мастер-киттен де ала аласыз. Егер мастер-китті шынымен алғыңыз келіп отса, хабарласыңыздар, төменде менің номерім бар, немесе WhatsApp-қа, немесе Instagram-ға жазыңыздар. Сау болыңыз, достар, көңілдеріңізге рахмет.